Бұл Америкадағы Гранд каньон, ал мынау өзіміздің Қазақстандағы Шарын каньоны. Бүгін осы екі каньонға бірге көз жүгіртеміз. Бір қарағанда екеуі де ұқсас сияқты. Жартастар, терең сай, мыңдаған жылдық тарих. Бірақ сезімі бөлек. Бірі алыстан таңғалдырады, екіншісі ішіне тартады. Қайсысы әсерлі екенін бірден айту қиын. Сондықтан алдымен атмосферасына, кейін сезімге, соңында ғана фактілерге көшеміз. Ал сен видеоны соңына дейін көріп, өзің шеш. Америкадағы Гранд каньонның ұзындығы 446 километр, ал тереңдігі 1800 метр. Әлемге әйгілі, турист өте көп. Ал Шарын каньоны ұзындығы 154 километр, ал тереңдігі 300 метр. Табиғи қамалдар, атмосферасы ерекше. Шарын каньоны шамамен 12 миллион жыл бұрын қалыптасқан. Гранд каньон 5-6 миллион жыл бұрын қалыптасқан. Көлемі бойынша Америка алды, ал жасы жағынан Қазақстан алды. Әлем ең үлкенін біледі. Ал біз өз ғажайыбымызды көрсетуіміз керек. Үлкені ақш-та, ерекшесі Қазақстанда. Ал сен үшін қайсысы маңызды? Үлкені ме, әлде атмосферасы ма? Пікірге жазып қалдыр. Каналға жазуды ұмытпа. Шарын каньонына баруға ең қолайлы уақыттардың бірі ол сәуір, мамыр, қыркүйек, қазан айлары. Қыста да баруға болады, бірақ жол тайғақ болады. Видеоны аса лайк басып, қолдап кетуді ұмытпа.